Bilib jür bauır Barqtay avul Qizlari sulu qiliqdi Uldari davul Dur so'zi qam Minizben jiqqan Negisi maqtanin bari Avuldan chiqqan Tыңда, жүрватқан әнді тыңда Қызыққа толы біздің әлем Сағыздық атмосфера мұнда Тыңда, жүрватқан әнді тыңда Қызыққа толы біздің әлем Сағыздық атмосфера мұнда Қайда жүрсің, е? Ассалаумағалейкум. А? Александр. Не oldu? 9'da келу керек қой. Немнен жігітсіңдер қою керек қой. Қажап кетті да. Кеше түнде жоқ болсақ, по-моему. Салқындап кетті күн. Таңдай тұр дала шыққанда қар жауып салған. Ассалаумағалейкум. Александр. Қар жауып тұрғанда кәдімгідей да? Жоқ, жаңбыр ғой жауып салған. Езет не дейді осы кешегі жүру дейтін бар ғой? Мал шарып кетті ғой. Менде мал жоқ па не? Мен екеуі жатыр ана кешегі. Қайда жүрсіңдер? 20 кетті ғой сағат дейтін. Ассалаумағалейкум. Ассалаумағалейкум. Алдың жапшы. Ассалаумағалейкум. Алдың жапшы, өпкең еріп кетеді ғой аязда. Нормально. Қар жауып кетті. Не айтады екен көліккесі? Ассалаумағалейкум жігіттер. Уағалейкум ассалам. Қайсыңдар? Ассалаумағалейкум артам. Александр. Ой. Қопырырсың. Қар жауды ғой. Қойшы? Серьезно? Бәсе мана аяғым астына бірден қырт деп кеттім, ойлап кеттім, етікке бірден ол жүрме деп. Етікті ауыстырайын деп жүрмін ғой еще. Қар жауғасын ғой, етік қытырлайды ғой басқанда. Дато тупой емес шығар, көрініп тұр ғой, жалғыз сағың көріне ме не, қарындай. Неге ішіп кетсің? Ұйықтап қалдым, реально айтайын конкретно. Басқа сылтау жоқ па? Жоқ, сылтау жоқ, бітіп кетті менде, брат, сылтау. Пүшен қайда? Пүшен кеше звондады, бір рет айырылып телефон. Жоқ, мен обязательно пүшенді іздеңдер, тауып алыңдар, сен ізде, сен бар деп, каждыйыңа персонально звондау керек па не? Депо жақта тұрады, алыс баруға да вертек. Жоқ, сонда мен айтпасам іздемейсіңдер ма? Келет шығар. Шигол қайда? Кім, Бекөш па? Театр ол. Бекөштен кейін Шигол кім бізде? Мен ғой, брат. Бар, кет бар, тауып кел бар. Давай, проблема жоқ, барып қайтамын. Походу жолдан сабақ беріп тастаймын үйге соғып. Мен қасынан бұрын жүрмдеше серік болып. Серік дейтін біреуді тауып жүр, көшеден бар. Берік дейтінді алып кетіп жүрмін, байқамай. Кет бар, сен барып кел бар. Неге мен? Шай айтып тұрған үшін барып келесің бар, түсіндің бе? Ана шуткілерінде кішкене жолда ұзақ жол ғой анау. Разгон жасап, кішкене нормально шутка шығарып келсіңдер. Давай, барып кел. Керім өздерің керім шығаратын болсаң көрерім қазір келгенде. Барып келші. Ана шуткін жазып қой, қырт дейтін керек. Жоқ, керек емес, өздерің ала беріңдер. Ассалаумағалейкум, братан. Алейкум ассалам. Алыпсың ба? Қайда кеттің, братан, тағатпай. Дайындық қайтып батын? Талпадан қашу дайындығым, Шаймашы, Трикош КВНнің дайындығын айтып батын, ема. Братан, КВН? Тасташ, братан, майымыл емессің, конкрет таста сол КВН. Трикош қазын қомаш, сен просто курста емессің бар ғой. Ертең КВНнан чемпион болайық, бізге нормально ақша үйреніп тұр ғой. Сол ақшаға ертең бір ауылда жүру үшін шоқама, 99 бағалайып тұрмын ғой. И потом қалған ақшасына пытра, макар, короче, ойыншық айып тұрмын, Трикош. Ауылда чисто өзіміз дизелестеміз. Дипоның қаздарын жүргізбеу керек, ауылда талдыру керек бәрің бар ғой. Базар жоқ, братан. Ми дейсің, ми, ой дейсің, ой бар кейсің. Давай, братан, қабырасың. Давай, кешке оттаға кел. Ұйықтап деп Трикош. Жерде білігей, 200-ді әлімнен шық қолды сермедей. Берілсесімге, бері сөзінде, неге кенін осы сәтті ішті көрінде. Базар жоқ
Обедте кетіпсің ғой, асықпай. Иттек обедке кетір. Ассалаумағалейкум. Ассалаумағалейкум. Айтпақшы, қонтқан қайда? Ол енді кішкене бізге ғана серьезный адам ғой, жұмысы бар. Район кетті. Мыналар да походу бүгін демалыс сияқты. Осыларға не демалыс керек де? Қалай не демалыс керек? Бұларда күнде концерт қой. Соны шаршаған бар. Тимоти, Бейонсе, Моргенштерн, Максим Галкин солар келіп күнде концерт қой. Біз неге бармадық? Қайда? Аналардың концертіне. Бүгін шақырған жоқ қой. Действительно, Галкиннің концерті болатын болса мен баратын едім. Шарауын бәрін сырып қойып. Көріп тұрмын қайда? Кепегі уже бірінші қатарда отырмын деп тұр. Галкин! Голубой кот киінен көніп тұр. Көк-көбекке дата түсіп кетті ғой. Галкин деген? Галкин деген? Галкин деген. Пугачев ана, әйелінен қорқатын. Сен қатының Пугачев болса, сен не қорқасың? Что-то не істейміз енді. Айтпақшы, сіздің үй бос қой? Сізге барып, нормально дайындалып жазып Сөйтейік та ой. Бізде енді адамдар бар, шаруа бар. Не вариант сияқты жазуға. Жылап тұрсың конкретно. Сен осы команданың капитаны емессің ба, надо будет? Әлі келіннен өзім сұрап алайын ба? Ой, брат. Жүнді шығып барайық. Кеттік бәрін. Кеттік Жандос. Жандос. Қайда? Галкиндікіне. Бөктікіне ме? Балалар, сіздерге тақырып түсінікті болды ма? Қазақ хандығының құрылуы туралы. Яғни қазақ хандығы қай жылы құрылды деді? Осы азамат ана не бар ғой, постоянно краскиге, ремонтқа деп ақша жинайсыңдар ғой мектепте, соны өздерің салатын біле ма, балдар? Қуаныш. Не? Тыныш отыр, сауат тұтқын жоқ қой. Ағай, мен тыныш отырмын ғой. Жоқ, мен басқа қуанышқа айтып жатырмын, балалар. Ары қарай жалғастырайық. Ағай, бізде басқа қуаныш жоқ қой. Ой, сұрақ қоя бермеш. Не әңгіме ұзартай бересіңдер отырып алып. Короче, тақырып жазу. Короче, үй тапсырмасын жазып алыңыздар. Үй тапсырмасы қазақ хандығының құрылуы туралы 200 сөзден тұратын эссе жазып алып келсеңдер. Түсінікті? Жақсы, сау болыңыздар. Ені жағаласып отырсың, сауық тұтқан жоқ қой. Қайдан білемін, сен кино қарап өтті ойлап отырмын маған. Не кино не? Қораң түйісіне шығып қараймын мен. Қайдан білейін? Кім жалықпайды екенсің, сабақ өткізіп жүру керек. Қалай жалғасы, жұмыс емес пе? Кезінде Абай атамыз айтқан ғой. Ал деп ұстаз еткен жалықпас. Үйретуден балаға деп. Или андай болса да, балаң болар білімпаз, азамат шықса қораға дейсің ғой да. Қыл жақта бермейсіз. Азамат постоянно сутканы өткізіп жүрсің сен что-то да? Соткамен ыңғайлы ғой біздерге. Онда бичи, маған ноутбугыңды бичи кешке. Неге? Андай кино қарайын деп едім. Сосын қарап болған историядан кетіп таш. А то братан ойлап жүр, мен қарап жүр екен деп. Қойшы қарап жүрсің ғой сен де. Мен кетіп та жүрген жоқпын ба? Бәсе, тап-таза болып тұр сен. Кетті, депоға қарау керек. Кет. Кележей. Прикинь, кеше бар ғой. Ну, Үйде қора жақта жүрсем, көрші келіп тұр. Сәдікте жатқан жұмыртқалар бар еді. Сол менің жұмыртқам дейді да, менің тауығымның жұмыртқасы дейді, маған айтады. сосын? Сосын мен айттым, мен танысаң ал дедім өзің жұмыртқа. Қуатты. Қодарсын жағдайын жасап қоймай ма? Жағдай жасамаса, любой тауық кетіп қойды ғой. Сосын, короче, 10 шақты жұмыртқаның ішінде 5-еуін таңдап алып кет. Ойлаш, елестетші андай кино сияқты да. 5 мана жұмыртқа бар ғой, шығарылып ертең балапан болмай ма? Балапан болады, сосын жас шығады. Ана қорадан далаға қарай жайлауға шығады ғой 5 балапан. Сосын бұл жақтан сенің тауықтарың шығады ғой далаға. Екеуі бір-бірін көріп қалады да, ана 5 балапан сенің тауықтарыңа қарай. Анашым! Медленный кадрмен. Анашым! Сосын андай болса да. Қандай? Сендердің әкелерің көршійтін бұқасы деп бұқаны көрсе де, осы бұқа шауып бәті көзінен жас шығып балаларым деп бәтқанда балапандарды басып кетсе де. Сен ішіп алғансың ба? Ішпешеш? Братан, осы не ма? Тұрсынбек, точно 5 миллион теңге тігіп жатыр ма? Берейін ма бізге ше? Мені өзі айтты ғой, призовой фонд 5 миллион деп. Бермей қалса, спросқа орайын деудің ба не? Жоқ, құсын, заинтерес бұда жоқ қой, не ол? Сен осы орысша мақалда жемен жат дейсің де. Қаяқтың мақалы саған. Азыр жоқ, сен не ма? Орыс тілден қалайсың вообще жалпы? Жақсы, өзі қалайсың? Нормально. Айтпақшы не ма? Азамат пен Қуаныш қайда көрінбейді ғой? Естен жоқсың ба не? Мана, не, айтқан жоқсыңдар ма не? Білмейсің ба не?
Пүшенге кетті ғой. Дипоға қарай. ойнамады сөйт ё-моё. Пүшенге жібердік пүшенге. Алыс қой Дипо қалай кетті екен? Қағып жіберген сол. Бірген қаш. Жаңа екеуі бар ғой. Депоға кетіп жатыр ғой. И сол кезде. Күлка, ысқыт бір. Походу Дипоның балдары сияқты. Ема, білдетпе, қарама артыңа. Қарама артыңа, қарама. Құттай қорқып кетті. Қорықпа ше, қорыққанға жіберпе. Қаш. Қаш, тот. Ассалаумағалейкум. Сол. Не істеушіңдер? Пүшен іздеп жүр аға. Пүшен? Иә, көрдіңіз бе? Пүшен іздеп кетті. Пүшен бе? Иә. Пүшен мында ғой. Қайда? Пүшен мында ғой. Қайсы? Прикинь, былай болса. Бір ысқырат сияқты. Походу Дипоның балдары сияқты. Қарамаш, артыңа қарамаш. Қарама. Қорқып кеттім. Қорыққан білетпедің. Қашықшы көке. Қаш. Білетпей қаш. Ассалаумағалейкум. Не істейсіңдер? Пүшенді іздеп жүр, пүшенді. Пүшен бе? Иә. Пүшен мында ғой. Қайда? Келші. Қайда ма? А прикинь, содан кейін ана екеуі полицейский участокке барып, жаңағы щеголдарға заявление жүрсе. Ручкой шаға, заявлениесін мен дейді ана балдарға. Қойыңдар, кішкентай балдарға қар жазған ес? Қайда кішкентай балам, оларды кішкентай бала емес, олар қарсы жер. Мен сабақ беретін балалар ғой, мен танып тұрсады соғып жүрді олар. Берсе келі қар жазайын беш. Қойыңдар деймін, сендер терпел емессіңдер ғой. Қалдайды, мен оларды сот атамын, әке шешеме түгел өндіріп алам, бүкіл ақша өндіріп қайын. Бірақ ол болмайды ол. В смысле болмайды? Олар не заявление жазбайтындай пополнять етіп жүре ма не? Енді болмайды деп айтқан жоқпын, болмайды конкретно. Любой адамды талпа теуіп кетсең заявление жазады ғой. Жазады. Смело ғой. Иә, болмайды, жаза алмайды деймін. Неге? Қуантқан дейтін район кетіп қалған жоқ па, кімге жазатын? Жаза алмайды ғой. Болмайды деп айтып қалған жоқпын. Прикинь, андай болса пүшенің үйіне барады ғой. Санчоның қорасына? Пүшенге бір нәрсе қуған сияқты ғой. Давай тезде чек кеттік. Пүшен! Дүгел ай! Прикинь, сосын пүшенің үйіне барады ғой. Пүшен үйінде жоқ, короче. Әйел шығады да. Тамақтан алыңдар. Пүшен малда жүр, қазір келеді. Дәптет той кәмгідей. Нормально сен. Сен сонда ағалар шошқаның етін жей жүріпсің бе? Жақсы. Прикинь, былай болса. Дәм керім шыққан екен еттің, Кірес болған. Сен неме жандос? Серьезно ішіп алдың ба? Прикол ғой. Енді прикол екен деп не осы соны айта беремші, қуасы сен фантазияң өше ләқіп кеткен бе, бірдеңе де? Нормально. Онда нормально болса ертең осыны Тұрсынбекке КВН-ге апарып көрсетіп берейік сәлемдесуде. Давай, көрсетейік. Пүшен бас. Аза, осы балықтарды айтамын да 3 ай бойы мұздың астында қалай өмір сүреді екен де. Я ауа жоқ, я тесік жоқ. Енді өмір сүреді ғой, солай жаратылғасын, балаң судың астында өмір сүрмей ме? Сөйтіп жүреді ғой. Аза, білмейміз ғой да, мысалы. Кім біліп отыр? Балықтарды айтамын. Адамдар көп келмейтін жерге барады да, бір жайлап тесіп алып, жағасында бәрі жатады шығар, күннің көзіне жылынып та пляжда. Пляж сияқты типа, ойлашы. Қумас. Еще ана балықшылар келіп қалғанда бүйтіп тапырлап, мана тесік қай жерден тесіп едік? Қайда? Деп бәрі құмның үстімен қашса ғой.
болмаса адам баны бүйтіп құмның үстіне қашатын хикая Енді жан керек болсын қашпай ма? Көке сен кілең айтатының бар ғой, фантастика бар ғой. Кука! Кука! Біздің Сағыздың осы өңіріндегі бірден бір елге, Қазақстанға, соның ішінде танытқан осы Квен Сағыз. Бұл өзі, бұның өнерін біз өзіміздің балдарымыз болғасын ғой, әзіл сықақ қой. Бұл неғып жүр дейсің, тек әйтеуір жүрген болар деп есептейтін едік. Ал бірақ соңғы мезгілдердегі оның несін мұқият тыңдайтын болдым. Тыңдағанда соның мен кім екен осыны ұйымдастырып атқан, кімдер екен осы сөздерді, құпия сөздерді тауып атқан деп таңғалушы едім. Өзі көрермендерде, телевизордағы көрермендерде, барған көрермендерде риза болатын себебі ұзақ сонар сөз емес, ұзақ сықақ емес, кәдімгі қып-қысқа адам таңғалатын сөздері жазылып, айтылып жатады. Біз ризамыз, сол балаларға дән ризамыз. Ауданымызда да барынша жәрдемдесіп жатқан шығар, бірақ біз осы ауырып жатырсақ та солардың да атағымызды шығарып, ел алдында беделді бола бергеніне тілектеспіз айналайын. Өнерлерің ұштана берсін. Алла тағала сендерге жақсы сәтті жол, бақытты өмір тілеймін енді. Қалған уақыттағы жұмыстарға табыс тілеймін. Тыңда, жүріп атқан әнді тыңда, қызыққа толы біздің әлем, сағыздық атмосфера.